Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? 2-ші сыныптың математика сабағы, 74-ші сабақ. Бірінші тапсырмадан 8-ші тапсырмаға дейін бірге орындайтын боламыз. Сен бүгінгі сабақта бөлу амалының компоненттері тақырыбы бойынша бөлу амалының компоненттерімен танысасың. Бірінші тапсырмада мына сандарды 3-3-тен неше рет азайту керектігін түсіндір дейді. 3-3-тен, мысалы 6 санын 3-3-тен 2 рет азайту керек. 9 санын 3-3-тен 3 рет азайту керек. 12-ні 4 рет азайту керек, ал 15-ті 5 рет азайту керек. Бұны бөлумен алмастыратын болсақ, 6 мен 3-тің бөліндісі 2-ге тең, 9 мен 3-тің бөліндісі 3-ге тең, 12 мен 3-тің бөліндісі 4-ге тең, 15 мен 3-тің бөліндісі 5-ге тең деп жазуға болады. Келесі, екінші тапсырмада үлгіге қарап азайтуды бөлумен алмастыр дейді. Үлгіге қараймыз. Мысалы, 16-ны 4 рет азайтқан 0 шығып тұр ғой, ол біздер мысалы бөлумен ауыстырғанда 16 мен 4-тің бөлінісіне тең. 15 пен 5-тің бөлінісі 3-ге тең, 18 мен 3-тің бөлінісі 6-ға тең, 20 мен 5-тің бөлінісі 4-ге тең. Оларды азайтқанда 0-ге дейін азайтты, қалай азайтылғандығы сендерге үлгіде көрсетіліп тұр. 14 пен 7 түріндегі өрнекті бөлінді деп атайды. 14 бөлінгіш бізде, 7 бөлгіш. 14 пен 7-нің бөліндісі 2-ге тең. Бұл теңдік. 2 бөліндінің немесе өрнектің мәні. 14 пен 7-нің бөліндісі 2-ге тең теңдігін былай оқиды. 14 санынан 7-ден 2 рет бар, немесе 14-ті 7-ге бөлсе 2 шығады. Немесе 14 пен 7-нің бөліндісінің мәні 2-ге тең. Немесе 14 санын 7 есе кемітсе 2 шығады деп оқитын боламыз. Үшінші тапсырмада суреттерді пайдаланып бөлуді орында деді. Суреттерді пайдаланамыз. Мына жерде үшбұрыш, жасыл үшбұрыш, 12 үшбұрыш бар. Оны бізде 2 қатарға 6-6-тан бөліп қойған. Бұл дегеніміз 12 мен 2-нің бөліндісі 6-ға тең. Екінші нұсқасы 12 мен 6-ның бөліндісі 2-ге тең. Яғни үшбұрыш 2 қатарға бөлінген, немесе әр қатарда 6 үшбұрыштан бар деп жауап беруімізге болады. Келесі қызыл дөңгелектер бізде 2 қатарда 5-5-тен тұр. Бұл 10-ды 5-ге бөлу, немесе 10-ды 2-ге бөлу. 10 мен 5-тің бөліндісі 2-ге тең, 10 мен 2-нің бөліндісі 5-ге тең. Соңғы суреттегі шаршылар бізде 3 қатарға бөлінген, әр қатарда 7-7-ден. 21 мен 3-тің бөлінісі 7-ге тең, 21 мен 7-нің бөлінісі 3-ге тең деп оқитын боламыз. Міне осындай бөлінілердің мәндерін таптық. 4-ші тапсырмада бөлінгіші 18-ге, ал бөлгіші 2-ге тең бөлінді құр дейді. Бұл бөлінді 18 мен 2-нің бөлінісі тең 9-ға. Азайту амалының бөлімнің мәнін тап. Азайту амалымен бөлімнің мәнін табу дегеніміз 18-ден 2-ні 9 рет азайтамыз. Мына жерде 9 2 рет азайтқанда 0-ге тең болды. 18 мен 2-нің бөлінісі 9-ға тең. Келесі 5-ші тапсырмада есепті шығар деді. Аулада 6 бала жүрді. Олар бірнеше топқа бөлінді. Егер әр топта 2 баладан болса, онда топ саны нешеу деп сұрайды. Бұған бірінші есепті мұқият талдаймыз. Есеп не туралы, не белгілі, не белгісіз талдап алғаннан кейін біздер қысқаша белгінің құрамыз. Жүрді 6 бала, топ саны бізде белгісіз, әр топта 2 баладан болған екен. Шешуінде 6-ның 2-мен бөліндісі 3-ге тең. Жауабы әр топ саны нешеу дейді, 3 топ болған екен. Бұл бірінші есеп бойынша, енді екінші есеп бойынша есеп құрастырайық. Аулада 6 бала жүрді, олар 2 топқа тең бөлінді. Әр топта неше баладан болды? Бұл жерде жүрді 6 бала, топ саны 2, әр топта белгісіз бала. Әр топтағы баланы табу үшін біздер 6-ны 2-ге бөлеміз. 6 мен 2-нің бөліндісі 3-ге тең. Әр топта 3 баладан болған екен. Міне осылай есептің сұрағына осылай жауап беретін боламыз. Есепті мұқият тыңдап оқып, талдауға қатысып, сұрақтарға жауап беріп, есептен не белгілі, не белгісіз, осылардың бәрін жан-жақты талқылауымыз қажет.
Келесі 6-шы тапсырмада бос орынға тиісті сандық қой дейді. Бос орынға тиісті сандар қойылып тұр мына жерде. Олар қызыл түспен белгілеп қойдым сіздерге, түсінікті болу үшін. 6-ны яғни 3 рет бір-біріне қосқанда тең ол 6 мен 3-тің көбейтіндісіне. 2-ні 3 рет бір-біріне қосуымыз тең ол 2 мен 3-тің көбейтіндісіне. 5 пен 4-тің көбейтіндісі тең 5-тің 4 бірде қосындысына. 4 пен 1-дің көбейтіндісі тең 1-ді 4 рет бір-біріне қосқанда. Міне осы белгісіз сандарды, тиісті сандарды қойып тұрмыз. Келесі тапсырма 7-ші тапсырма. Азайтуды бөлумен алмастыр дейді. Бірінші тұрған 27-ден 9-ды 3 рет азайтып тұр ғой, 0-ге тең деп. Оны бөлумен алмастырғанда 27 мен 9-дың бөліндісі 3-ге тең дейміз. 18-ден 6-ны 3 рет азайтып тұр. 18 бен 6-ның бөліндісі 3-ге тең деп бөлумен алмастырамыз. Ал ә бөлігінде бөлуді азайтумен алмастыр деп. Енді бұнда керісінше жасаймыз. 30 бен 6-ның бөліндісі 5-ге тең дейді. Бұл деген азайтумен шығаратын болсақ, 30-дан 6-ны 5 рет азайтатын боламыз. Сол кезде 0-ге тең болды. 15 пен 3-тің бөлінісі 5-ге тең, 15-тен 3-ті 5 рет азайтамыз. 0-ге тең болады. Ал 20 мен 4-тің бөлінісі 5-ге тең, ол 20-дан 4-ті 5 рет азайтқанда шығады. Міне тапсырманы қалай бізге берілді, солай орындап шықтық. Және Б бөлігі бар бұл жерде. Б бөлігін орындаған кезде де осылай орындап шығатын боламыз. 0 саны шыққанға дейін 45, 40, 35, 30 сандарын 5-5-тен неше рет азайту керек дейді. 45-тен 5-ті қайта 0 саны шыққан азайтқан кезде бізде 9 рет 5-ті азайттық. 45 пен 5-тің бөліндісі 9-ға тең. 40 пен 40-тан азайтқан кезде онда 8 рет азайттық. 40 пен 5-тің бөліндісі 8-ге тең. 35-тен 5-тің бөліндісі 7-ге тең. 30 пен 5-тің бөліндісі 6-ға тең деп шығардық. Міне осы үлгіге қарап, өздері мұқият түсініп алсаңыздар болады. 8-ші тапсырмада сан сәулесі бойынан өрнектердің мәтініне сәйкес сандар мен әріптерді тап деді. Олардың өсу ретімен қой. Қандай сөз шықты? Бұл сөздің мағынасын қалай түсінесің? Бұл жерде сандық сәуледе 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10-ға тең, ол бізде 10 цифры бізде О әрпіне тең. Келесі 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9-ға тең, 9 цифры бізде Қ әрпіне тең. 14 пен 2-нің бөлінісі 7-ге тең, 7 саны ол Е әрпі. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең, 12 бізде Р-ға тең. 12 мен 4-тің бөлінісі 3-ге тең, ол 3 цифры Ң әрпіне тең. 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8-ге тең, 8 бізде К әрпі. 20 мен 4-тің бөлінісі 5-ге тең, 5 цифры ол Б-ға тең. 6 мен 3-тің бөлінісі 2-ге тең, ол Е-ге тең екен. Ендеше осылардың шыққан мәндерін өсу ретімен қою керек біз. Яғни ең кіші саннан бастаймыз. 2 цифры ол бізде Е әрпі. 2-ден кейін 3 Ң әрпі. Яғни еңбек қор деген сөз шықты. Енді біз осы шыққан сөзді мағынасы қалай түсінесің дейді. Еңбек қор деген яғни сіздердің мысалы қазіргі еңбектеріңіз оқу, ата-аналарыңа көмектесу да. Міне сол кезде өзіміз дейтін жаңағы жалқаулығымызды көрсетпеуіміз қажет. Бір нәрсені біліп үйрену үшін ең соңына дейін жаңағыдай түсініп алғанша өзімізді табандылығымызды көрсетуіміз керек. Міне жұмыс жасағанда да адамның еңбекқорлығы көріне бастайды. Яғни әр уақытта еңбекқор болуға тырысу керексіңдер балалар. Міне бүгін біздер бөлу амалының компоненттерімен таныстық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Каналға жазылып, подписаться батырмасын басыңыздар.